деген құт делсең, бірлігі мықты рух делсең, жеңілмес жұртың бөленбес, жау келсін мейлі жұт келсін. Маңғыстау деген тек делсең, Мәдина менен Меккемсің, абайдың телін ұлықтап, адайдың күйін шерткенсің. Маңғыстау ой күштау, аталар жатқан кең дала, оғланды өзен отпандау, ошыры каспий шерғала. Маңғыстау айнымас айтса антынан, айрылмаса да салтынан, айналмадай халқынан. Маңғыстау деген дүрелсең, көкмойнақ атқа мінерсің, жүрішін топта жүрерсің, ел үшін отқа кірерсің. Маңғыстау деген бір елсің, маңайың туыс тілеушің, әулиелерге түнерсің, Алладан тілек тілерсің. Маңғыстау ой күштау, аталар жатқан кең дала, оғланды өзен отпандау, ошыры каспий шерғала. Маңғыстау айнымас айтса антынан, айрылмаса да салтынан, айналмадай халқынан. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін мынау 2026 жылдың мамыр айының 30-31-інде Мешіт жерінде Жетемісұлы Аманбай атамыздың 175 жылдығына орай үлкен ас-садақа өткізудеміз. Енді Қосылы атамыздан тараған Бекет атамыз бар. Бекет атамыздан кейін Дағар атамыз, Дағар атадан кейін Аманбай атамыз, яғни біздің Қосылы атамыздан тараған әмби әулиелер, үлкен абыз ақсақалдарымыз бар. Соның бірі Бекет атамыздан кейін аттай бір ғасырдан кейін өмірге келген Жетемісұлы Аманбай атамыздың бүгінгі мынау 175 жылдығына орай аталып отқан үлкен ас-садақа. Осы ас-садақаның өткізу мақсаты, яғни қазіргі таңда Мырзағұлы Бекет атамызды ел таниды, бүкіл әлем танығанды айтсақ та қателеспейміз. Ендігі кезекте осы Жетемісұлы Аманбай атамыздың осы елге таныту, оның қасиетін білдіру, шипасын алсын деп елге, жұртқа осындай үлкен ас-садақа өткізіп, осындай таспаға түсіп, бейне таспаға түсіп жатырмыз. Яғни Жетемісұлы Аманбай атамыз Мырзағұлы Бекет атамыздан кейін аттай бір ғасырдан кейін өмірге келген. Ақтаудан, өзеннен құралған ұйымдастыру алқасы қызу қарқынды жұмыс жүргізіп жатыр. Мына жерде сахна құрылып жатыр. Кешке осы сахнада жыр күй тартылады. Атамыз 1848 жыл туылып, 1930 жыл дүниеден өткен. Өмір сүрген жылдың аралығына қарасаңыз, Совет үкіметінің қылышынан қан тамған заманға тұспа-тұс келген. Сол қиын заманда өмір сүре жүріп, бұл халқын бірлікке шақырып, әртүрлі рухани кеселдіктерге тап болған кісілерді емдеп жазып отқан. Бұл атамыздың аты шығып қалған халықтың арасында кең тараған бір қасиеті, мына құрсақ көтере алмай жүрген әйелдер қауымына зікір, дем салып, Құран оқып, сөйтіп шипа дарыған деп
айтып жатат үлкен кісілер. Мына атамыз қайтыс болғанда көктің өзі жылағандай, сылбыр жаңбыр жауып, мына менің артымда тұрған тақыр суға толып, соның суынан атамызды арулап, кебіндеп, мына менің алдымда тұрған төбеге атамызды жерлеп қойып кеткен. Мына елдің арасында Аманбай әкеміздің мына жұт қоян деп тарихта аты қалған 1927-тен 28 жылы қараған жылы қауыстың 14 ит қауыс ай деп ескі жыл санаумен, ай санаумен ноябрьдің 14 күні қатты қар жауған. Соның алдында Аманбай әкеміз жайық жемінің бойында отқан өзінің елінің адамдарына айтқан құсайды, ойға қылаңдар, мынау бұл арт жақсы болмайды. Ноябрь айында жер көктеп күздігін берген ғой, шөп, отты мал семіріп, күйленіп. Сол жаңа Аманбай әкеміздің айтатын ұқсайды, мынау көк арқан дейді, мынау көзді байлайды, мынау арт жақсы болмайды, ойға қылаңдар, Маңғыстаудың ойына қылаңдар деп. Сол мынау Қосбақтың шалы алжыды ғой деп. Енді малдар күйленген ғой, бұлардың күйленіп. Содан жаңа тыңдағандары тыңдап, ойға құлақ кеткен, тыңдамағандары сол жерде қалып, ертесіне қатты қар жауған, жақсылап қар жауып, оның артынша жаңбыр айдаған. Одан кейін үсте тағы қар басып қалып. Сонда мына 1040 малы бар байлар бір күнде сіңір шыққан кедейге айналып. Мен естуім, осында Түркменстан жағынан келген бір үлкендеу атамыздан естіген әңгіме бар еді. Сол кезде 9 жастағы баламын дейді. Қар жауған жылына қауыстың 14 күні. Сонда мына Маңғыстаудың ойына бір ай жүріп қуаттық дейді ғой. Мына түйелер соқпақ жол салады, соның артынан бүткіл былай айтқан кезде қазір мен колонияға беретін болған ғой. Бүткіл қойы бар, ішінде адамы да аралас, сөйтіп Маңғыстаудың ойына бір ай жүріп құлаған. Осы мына Аманбай атамыздың алдын ала болжап, елдің есінде қалған оқиғасы. Жақсы, мына Аманбай ата ұрпақтары мына беріліп жатқан ас садақаларың қабыл болсын. Отбасыларыңда береке бірлік болсын, дендерің сау болсын, жапырақтарың жайыла берсін. Мен руым Түркбайдай айтқұлмын. Атым Сейсенбай, әкем аты Тәжен деген әкеміз қазір шекарада аты шығып тұр. Аманбай атамызды енді мен бір көп ауырған адамын, осы 93-тен 2003-ке дейін жында атанған адамын мына Текебайғара дейтін жерде. Содан соң 2002-2001-де осы жарықтық аян беріп, басыма кел деп, басыма келе алмай, содан қайтадан аян беріп, ай шырағым, жоқ екеніңді білесің, алысқа бара алмайтынды білесің, жақын жерге неге келмейсің деп ескі бейнедегі көк шатырды көрсетті. Мен әр түсті бейсенбі күні, бірінші күні таңда көремін. Содан енді екінші күні пойызға мініп алып, үшінші күні сәрсенбінің сәті деп бір тас жүктеп жүрген мәшінге барып, сол атаға барып, сөйірден сонда бір аптедей болған екен тұрпатын әкелгеніне. Соның басына барып, зияраттап, содан бүгіннен ертеңнен ары күн сөйте жақсы болдым. Өзіме өзім келдім, қазір Құдайға шүкір. Осы ата қолдап тұр. Сол 2004-тен бері басына келе алмай, осы бейнеуге барғаныма да 10 жыл болады. Жылда айтам ұрпақтарына, ай кететін адамдар болса айтыңдар, мен бір барайыншы деп. Сабақ дене сәтімен дегенде міне биыл сәті түсті. Аман болыңдар. Енді Аманбай атамыздың өз жайында айтсақ, жаңа алдында айттық қой, жаңа шымылдықтап отырғанда Алла хақ, Аманбай ақ деп отырғанда жаңағы желеге ашылмаған қалыңдығы, ай қақылдай бергендің ғой, отыршы дегенде Алла хақ, Аманбай енді саған жоқ деп шаңырақтан ұшып кетті дейді. Сосын тағы бір неде жаңағы арқалап жүрген несін, бір осы қырдың үстінде бір тумасын үйіне тастап өзі сол жем бойына кетеді ау деймін. Сосын жаңа сол үйде жас келін
енесін айтатын көрді, енеке әтекемнің жиентінен құрттай жегің келіп отыр деп. Тәйт көргенсіз, ертең біліп қалады, бізге сөз келеді ғой деп. Сонда келесі жылы келгенде айтты, ай шырағыма ең болмаса бір қасық бермедің бе деп. Қара, соны біліп отыр ғой енді. Иә, мысалға мына өш жер қайда, жем қайда, ара сермен көк. Енді менің түсінігім бойынша біздің қазақ әруаққа сенген. Әуелі Құдай, сосын әруақ. Иә. Мен енді осы кісіден құрттай енді көп емес бір 10%, 15% бірдемен бар. Адамдарды жаңа түнетіп, зияратқа апарам. Сосын осындай отырғанда білдіреді. Сонда атаның басына апарғанда айтам. Адам екі заттан тұрады, тән, жан. Тәні шүйерде жатыр, сапсары сүйек болып. Жан, рух, біз әруақ дейміз, сол арқылы сен Алладан тілек тілейсің. Соны ана Құдай тағалаға жеткізеді ана әруақ, сенің тілегіңді. Деп сөйтіп түсіндірем. Әне сол болғаны. Жаным бөркі, жаңа Құлша деген кісінің үйінде тұр. Қазірде, бөркі. Оны кім дейтін? Қобан деген зергер болды, Қосқұлақта. Сол кісі бергенде, сол үйде әліп тұр, бірақ ешкімге берген жоқ оны. Ол кісі өліп қалды. Бала-шаға сол үйде тұр енді. Мұра ғой. Жақайұлы Нұрпеке деген баласымын, атым Сансызбай. Менің бала күнімде көргенім қамшысы үйде болды. Бала көтермеген келіншектер келетін еді. Жолға шығарып, бір кесе суға бірдеңені оқып, үрлеп, бүркіп шашатын еді, жолға шығарып, отырғызып қойып. Қамшымен қап, Аманбай ата қамшымен. Содан жеңгелеріміз айтып отырады, содан балалы болып кеттік деп. Ауырғандар келетін еді. Сол бала күнімде көргенім. 91 жылы қайтты әкем. Сосын Иухан деген ағамыздың қызы Атыраудан намазына келді. Гүлсара деген. Сол кісі де қамшысы қазір. Қазір алып та келген шығар осы жерге. Келді қазір. Мен бір естігенім, үлкен бір шалдың айтқаны естігенім бар. Бала күнімізде Аманбай ата дорбасын арқалап жүретін ұқсайды, әр ауылға барып. Кілең балдар болып, ата келатыр деп жүгіріп шығамыз дейді алдынан. Бәрі көрісіп атады деді. Мен көріспей қалдым дейді шал айтып. Қолым істемей қалды дейді жаңағы. Содан шешеміз жүгіріп барып атадан кешірім сұрап, ойбай ата кешір деп. Ештеңе қылмайды, азғантай қиналсын, сосын келесіде көрсетін болады деп айтты дейді. Сол шал немерелеріне дейін әлі күнге дейін өзің өлке адам болса тек көрсің деп үйретіп кеттім дейді. Соны естідім, жаңағы құрт па, ірімшік па бірдеңелер дорбасына алып берді ұқсайды, алдынан шыққан, жүгіріп шыққан балдардың алдынан. Соны бір естіп едім. Менің естігендерім сол. Ал ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі мінекей Аманбай атамыздың 175 жылдығына орай үлкен ас садақа беріліп жатыр. Ас садақаға сонау Алматыдан, Ақтөбеден ағайындар атсалысып келе жатыр мінекей жолда. Мінекей мен өзімді таныстырып өтейін, Қосқұлақпын, Самбайдың баласымын. Атым Оңғарбай. Мінекей осы ас садақаға атсалысып, ұйымдастыру алқасына рахмет айтамын. Осы ас садақамыз бір ақ жүзді абырайлы болып өте берсін. Осында мінекей аталарымыздың, Бекет атамызға да ас беріліп жатыр. Лағар атамызға да Бейнеудегі оазисте жатқан ас берілді. Ас садақаларымыздың бәрі күшті болып өтіп жатыр. Мінекей Аманбай атамыздың ас садақасы да күшті болып өткелі тұр. Ал осы ұйымдастырып жүрген жігіттерге мыңда бір алғысымды айтам. Тек өркендері өсе берсін, семьяларында амандылық тілеймін, өсіп өне берсін. Ассалаумағалейкум ағайындар, бүгін мына қасиетті де киелі мешіт суда Аманбай Жетемісұлы атамызға 175 жылдығына орай ас садақа беріліп жатыр. Бәріңе де ас садақа қабыл болсын. Енді Аманбай ата жөнінде көпшіліктің біле бермеуі мүмкін. Себебі белгілі бір себептермен ғана, белгілі бір жақын адамдар ғана танып білуі мүмкін. Жалпы бірақ көпшілік біле бермейді. Осы атаның 175 жылдығына орай ас өткізіледі дегеннен кейін
Ақтөбе өңірінде біз жалпы осы ата жөнді азды көпті жаңа өзіміздің Ақтөбе өңірінің қосқұлақтары дейтін чат бар еді, сондағы ағайындардың бәріне таныстырдық. Осылай ас өтейін деп жатыр. Соған баралық, азды көпті өзіміздің үлесімізді қосалық дегендей. Жалпы осы асқа Ақтөбеден 20 шақты адам келіп отыр. Оның ішінде енді ол тек қана Ақтөбенің қаласынан емес, қасындағы бер жағында Байғайын деді, Қараукелді, Ебейттен келіп отыр. Сосын қасындағы Қандағаш, Алға дейтін жерлер бар. Содан да адамдар бар келіп отырған. Енді біздің әр жағымызда Ресейде көп қашық емес қой. Сол жерден де амандас ағайындары келіп отыр. Мына жерде міне Шора дейтін жеңгеймен келіп отырмын ғой, келінмен. Иә. Жалпы енді келе жатып, енді кім болса да өзі неге бара жатқанын өзі аңғарып білгісі келеді ғой. Бізде сол Аманбай ата жөнінде азды көпті өзіміздің жинақтап, жолшыбай айтысып, білісіп келе жатырық. Бұл кісінің айту көзі де сөзі де өткір екен, айтқаны айту болатын адам екенін білдік. Енді бұрын соңды бұл жаққа келмегеннен кейін жолдың енді қиыншылығы болады. Енді азды көпті айтылып жатыр, елсіз екен, не деген дегенмен де Оғыландтан бері қарап түскеннен кейін жолшыбай жолдың бәрінде бағытын көрсетіп қойған указательдер тұр. Шама келгенше жолдың анау жерлерін тегістеп өтуге мүмкіншілік жасаған. Енді мен Россиядан келіп отырмын, мен руым Қосқұлақ Нәуртек. Осы Аманбай атаның, білмеймін, Аманбай ата баяғыда біздің үйге қамшысын тастап кеткен әжемізге. Сол қамшыны мен ұстап отырмын қазір біздің үйде. Сол енді мен Россияға барғалы 40 жыл болды. Сол уақыттан Россияда тұрам, бірақ Аманбай атаның бар екенін бұнда келіп кетіп жүрем. Енді 12-ші жылы келдім, апаларымен келіп кеттім. Сосын қамшысын ұстап отырық. Енді білгенімізше немерелерім бәрі қазір менің Құран оқиды. 3 немерем бар, үлкен. Олар бәрі Құран оқиды. Оны аруақтың нелері бар ар жағында шақырып жатқан. Сосын осы қысты күні естіп, мына Бауыржан ініміз звондап, соны ас берейін деп жатырық. Сосын конференция болады дегесін. Конференцияға келе алған жоқпыз біз. Мен жермен қызмет істеймін, ана фермермін. Жазғы тұрым көп, шыға алмаймын. Енді қазір енді мына жолым түскен как раз мына 27-сінде мен айт күні, Аманбай атаның баратын күні, пассивнойымды бітіріп шықтым ауылдан. Әшейінде мен деген үйінге дейін нетіп кететін, биыл жаңбыр көп жауып мен. Сондықтан енді жол болған шығар маған енді бұнда келуге енді. Енді мұндай организация, біздің жақта ондай жоқ қой. Мен тұратын ауылда адай түгіл қазақ жоқ, мен жалғыз қазақтың ауылында. Сондықтан енді распределение барғасын енді қалып қойдым сонда, енді білмеймін, қазақтар тұрмайды бұл жақтан, Башкирияның қасында. Сондықтан енді көп рахмет осындай атамызға бұндай садақа істеп жатқаны. Енді мына балдарға организация күшті ғой, бұндай столько, білмеймін, бұндай плюс. Я столько казахов не видел, сколько адайцев, говорит. Енді давайте, сау болыңыз, аман болыңыз. Енді тек осылай жақсылықта кездесейік. Сау болыңыз. Ал міне құрметті бауырларым, ағаларым, інілерім, алыстан келген сіңілерім, апаларым, міне көріп қуанышты болып жатырмыз жан-жақтан келіп. Мен де жаңағы баяғы ту десе түкірге түспейтін Қияқбай деген атам болды. Одан кейін Әбіш деген аталарым болды. Солардан дарыған шығармаған аруақ атаның. Мен де халық емшісімін. Бата берем.
бүткіл әкімдерге бата берсем үлкейіп кетеді, жастарға барсам жолы болып кетеді. Атаның батасы қабыл. Мына Аманбай атамыз одан да күшті. Әр намаз оқыған сайын Аманбай атамызды дұға қылып отырам. Неме қосып отырам Аманбай атам. Бүгін мінекей көргеніме, басына келгеніме, шаршағанымның бәрі шығып кетті. Мынандай бауырларымды көргесін. Шаршамаймыз еш уақытта біздер аруақтың жолында жүрген. Осындай қасиетті аталарымыз бар жерде біздер еш уақытта өлмейміз. Бұл аталарымыздан өлген жоқ. Мына ислам қажы бастаған ағам. Я Құдайым бергейсін, айтқаным келгейсін, жортқанда Құдайым бауырларымның жолы болғай, қыдырата жолдастары болғай, достары көп болғай, дұшпандары жоқ болғай, несібесі ассын, дәулеттері тассын, денсаулықтары одан ассын. Мәдинада Мұхамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет атам, Ақтөбеде Кәрін ағашым, Ересет атам, өзімнің туған нағашым Асау Барақ Дәут ата атам, түсімде аян берген Аманбай ата, Ақтолы деген әжеміз ұшып жүретін, Манар деген мына Ислам ағамның анасы іздеп келіп бата берді. Сондай кереметтей аталардан, әжелерден бата алғасын шығар. Түсімде оңымда батам қабыл, ұшығым қабыл. Сүф дегенім ем, ақ дегенім алғыз, қара дегенім қарғыз. Сондай аруақты елдің қызы болғаныма қуаныштымын Құдайым. Алла барлығыңызда өніп, әке шешелерің, туған туысқандарың, бауырларың, немерелерің, жекзат жүраттарың, көрші көлемдерің барлығыңызды жаман ауру індеттерден, табиғи апаттардан, су бәлесі, от бәлесі, зылзала бәлесі, әзәзіл шайтан алаяқтардан, дос болып келіп, дұшпан болып кететін достардан, тіл көздерден, бірінші Алла тағала, екінші Бекет атам, Есет атам, Аманбай атам, Асау Барақ Дәут ата аталарым, екі әжемнің аруағы барлық уақытта қорғаушы періштелерімен қорғап жүрсін. Ал барша ағайын, бүгін енді мына Аманбай атамыздың 170 жылдық ас садақасына келіп отырмыз. Біздерде мына жерде отырған жігіттер, мына қарындастар барлығы Ақтөбеден келіп отырмыз. Мына жолдың бізге өте бір жеңіл болып тұр жолымыз. Бәр жерде жігіттер бәрін қатырған екен, бәріне белгі қойған, жаңа знак деген, бұрылыстардың бәріне. Содан біз қиналмай келдік. 3 сағаттың шамасында осы мына Бекет атадан бері қарай жолдап келдік. Асфальт жоқ болса да, таза жол асфальттан кем емес ешқандай. Бүгін енді өзі ауа райы да жақсы болып тұр. Атамыздың ас садақасы қабыл болсын. Ал енді осыны ұйымдастырып жүрген жігіттерге көп рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Міне бүгін атамыз Аманбай Жетемісұл атамыздың 175 жылдық ас садақасына келіп отырмыз. Қабыл болсын. Осы асқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен ағайындар келіп жатыр. Алматыдан, Жамбылдан, Ақтөбеден, Маңғыстаудың бәр жерінен келіп, міне осы ас садақа қатысып жатыр. Садақа қабыл болсын. Мына ұйымдастыру алқасына көп рахмет. Осындай шараны ұйымдастырғанға ас қабыл болсын. елінің бір жақсы қызы, жақын қызы болдым. Мен әлім шектімін. Алматыда мұғалім болып жұмыс жасаймын. Бұрын нархоз дейді, қазақшасы. Ауыл шаруасы. Нархозда істедім. Одан кейін Астанада білім министрлігінде жұмыс жасадым. Одан кейін Павлодар қаласында Торайғыр университетінде қызмет жасадым. Қарағанды қаласында Бөкетов атындағы университетте дәріс оқыдым. 7 жыл жұмыс істеп, одан кейін Алматыға қайтып оралып, қазір 10 жылдан асты азаматтық авиация академиясында профессор болып қызмет жасаудамын. Сол жерде ұшқыштарды
даярлаймын. Енді айтайын дегенім, Бекет атаның бірінші, екінші, үшінші кітабын оқып болғаннан кейін 2005 жылы Аманбай атаның кітабы шықты. 2009-2019 жылдары. 2009 жылы сол Ақтау ол кезде шырақшылық қызмет атқарады. Ұстазым Ислам атаға барып, Атырау облысы Жылой ауданы. Жылой ауданы Ақмешітке барып, сол жерде зиярат жасап, Аманбай атаның кітабын алып, қуанып, кеудеме басып, сөйтіп тәу етіп, Аманбай атаның өмір тарихына сондай жаңағы ұстазым зерттеп жазған ғой, соның бәріне тәнті болдым, көз алдымнан өткіздім. Керемет құдірет күш иесі екеніне көзім жетті. Аманбай атаға бас ием, сіздерді құрметтеймін. Жалпы Алматы қаласында тұрғанда осындай ас жиындарда көпшілігі Маңғыстау елін айтқанда, 362 киелі Маңғыстауда айтып жатырсыз ба дейді. Сол кезде мен кішкене қысқаша мағлұматтар беріп жүремін. Туысқандай болып кеттім. Мінекей 175 жылдық асын беріп жатырсыздар. Қабыл болсын. Болашақта қазақ елі осындай ұйымшыл, дәстүрлі, қазақ халқының салт дәстүрін қатты сақтаған, осы елге қанымен сіңген Маңғыстау елінің халқына бас иемін. Сіздердің осы салт дәстүрлеріңіз енді жетіп жатыр біздің жаққа. Алматы, Жамбыл, Шымкент облыстарына жаңағы ой өрнектен үй бұйымдары, ыдыс-аяқтар, сосын киімдер, сондай қазір сондайға бет бұрған жағдай бар сіздердің арқаларыңызда. Ал ол сіздерге қасиетімен, осындай үлгілі тәрбиелілігімен Бекет атаның, Аманбай атаның тастап кеткен сіздерге өнегесі. Балаларыңыз бақытты болсын, бақытты, дәулетті өмір сүріңіздер, ары қарай болашақтарыңыз жарқын болсын, бейбіт өмір болсын. Тағы да басымды иемін. Қабыл болсын. Әмин. Алла енді көпшілік қауым мына бүгін елге белгілі өкінішке орай кезінде зерттелмей қалған ұшатын қасиетке тілмен айтқаны келіп көзіме атқаны құлаған анау ақын жырау Есмағамбет Векейұлының айтуы бойынша бұл кісі ғалым, ғұлама, шайқы деген атқа ие болған екен. Біз енді оны білмейміз ғой, бұдан бір ғасыр бұрын айтқан осыны, сондай. Сол кісінің айтқанына негізделіп біз осыны айтып отырмыз. Тілмен айтқаны келген, осы сағыздың айналасында бір келіп, жақында тамыз айының ішінде айтқан, қатты боран соғады, малдарын айырыласыңдар, тез ойға көшіңдер деген. Соған көшіп қалғандар көшіп қалады, аман қалады, көшіп келгендер таяғын ұстап қалады. Дүлей боран аяқ астынан сондай ескертіп халыққа жүреді. Сондай қасиетті кісі болған, ұшатын қасиетке ие болған, бұндай адамдар өте сирек. Содан кейін бұндай қасиетті адамдар 100 жылда бір туады дейді ғой. Бекет атадан кейін 100 жылдан кейін осы Аманбай ата өмірге келіп, қазір бүкіл елге танылып жатыр. Наурыз айының 27-сінде республика деңгейде үлкен конференция өткізілді. Анау Алматыдан, Астанадан, Оралдан, Атыраудан ғалымдар шақырылып баяндама жасады. Аманбай ата мен зерттеп 2009-2019 жылдары 2 кітап шығардым. Сол ғалымдар сол кітап негізінде
баяндама жасады. Иә, халыққа танылып жатыр. Бұл кісі кеңес үкіметі 70 жылда ел билейді, содан кейін қан төгіссіз өз-өзіне құрып тарап кетеді деген мәжілісте осындай әңгіме айтқан екен. Аманбай ата содан кейін зерттелмей қалып қойды. Қазір сол зерттелу үстінде болашақта ғылыми айналысқа енгіземіз деген үмітіміз бар Аманбай атаның. Мен жаңа 2 кітап шығарым дедім ғой, енді 3-ші кітапты Алла қаласа осы конференцияның материалдары, сосын астың материалдары бар, тағы да елден жиналған материалдарымыз бар. Мен Саятөсте, сосын Ақшымырау, Қызан ауылдарында осы жақында болып материал жинап келдім. Соны тағы да көбейіп енді халықтан да сұрап жатырмыз. Ата жайлы әңгіме білетін болсаңдар, айтыңдар. Ата тарихта қалғанды дұрыс көреді ғұламалар деп ойлаймын мен. Оған негіз болатын нәрсе, мына Ақша деген кемпір дүниеден озып кетті, сол көзі тірі кезінде айтыпты сол кісіге. Ислам атаға неге білмегендеріңді есіңе салайын, айт, тарихта қалған дұрыс көріп айтқан ғой сонда. Сөйтіп таңертең ерте мені оятты. Аманбай ата маған ұрысты, білмегендерімді есіме салып, соны ұмытпай тұрғанда айтайын деп. Сонда олар тарихта қалған дұрыс көреді деп ойлаймын мен. Бекеті де сондай аянменен екеуінде тарихта қалып жатыр. Бұл енді болашақ ұрпақ үшін өте бұл қажетті. Еліміз егемендік алғаннан кейін біз осы 2 кітапты шығарып үлгердік. Бұл кітап арқылы жақында анимациялық фильм шықты, әдеби кеш өткізіліп жатыр Аманбай атаға қатысты. Болашақта ол жалғасын табады деп ойлаймыз. Аманбай атаның рухына беріліп отырған бүгінгі ас қабыл болсын баршаңызға. Келу жолдарыңыз Алла тағала сауапқа жазсын, иман байлығын берсін, елімізге бейбітшілік, патшамызға тауфиқ берсін. Әмин. Аманбай ата ұрпақтары көтерілген білекті, Алла берсін тілекті, я Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын, абыройыма сақтасын. Қосай біздің атамыз, қабыл болсын батамыз. Ақтан аят болсын, пайғамбардан шапағат болсын. Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Хиуадан Палуан Ахмет, Бестөбеде Ерқосай. Асау Барақ тұрса, Текебай Қара туралы, Алладан медет туралы, Рәсулы Мұхаммед, оғлады да пірбекет. Мына атамыздың басына беріліп атқан 175 жылдық азық Алла тағала қабыл етсін. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فيها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها
ويكفر عند الله فوزا عظيما الله أحد الله الصمد آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Жаратушы жаббарымыз 18 мың ғаламның патшасы осы оқылған қасиетті хатым Құрандардың сауабын, осы беріп жатқан аз садақамыздың сауабын, бұл фадиден бақиға иманмен өткен күллі пайғамбарлардың падишасы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, оның барша сахабаларына, барша таба табииндерге لا إله إلا الله محمد رسول الله деп кілін кәлимаға өткен шығыспен басыңар өткен күллі мүмін мұсылмандарға, осы қасиетті Тұран даласының топырағында өткен барша мүмін мұсылмандарға, мына қасиетті Маңғыстаудың ойғырында жатқан барлық 360 әулиенің рухына бақш еттік. Ұлысқа ұран болған, ұрпаққа ұстаз болған Мырзағұл Пірбекет атамыздың рухына, және де осы жерленген қасиетті Маңғыстауға ислам дінін алып келген барша Ахун-ишан хазіреттердің рухына бақш еттік. Осы қасиетті төбе басында жерленген Жетемісұлы Аманбай атамыз рухына, және осы қауымда жерленген барша марқұмдардың рухына арнай бақш еттік. Жаратушы жаббарымыз өзінен жалбарынып дуа тілейміз. Алла өткен марқұмдарымыздың күнәларын жарылқап, оларға мәңгілік жұмағын нәсіп еткейсін. Осындай атаның ұрпағын ардақтап, осындай ас беріп жатқан әулеттің бос отырған барша ағайынның Алла Тағала тілегін қабыл еткейсін. Осы бабаларымыздың атын ардақтап, есімін ұрпаққа мәңгілікке сақтау жолында жасаған игі шараларыңыздан Алла разы болсын. Алла шыққан шығынның есесін Алла жеткізсін. Бәледе қазадан, ауру сырқаудан Алла өзін аман сақтай көріп, осы асқа қызмет жасап жатқан барша ағайындарымызға, келіндерімізге Алла Тағала өзің қайырлы ғұмыр бергейсің. Жаратқан Алла дұғамызды қабыл, мұратымызды асыл еткейсін. Уассалаллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Амин. Қол көткен аманатына адалдық танытатын ұлы жиын. Қазақ даласында әулие елдің қорғаны, Батагөй халықтың тұмары деген сөз бар. Аманбай ата қара басының қамын емес, және Бопай ханым әр саладан қамдымдап, дағар әулиеге көбейді. Сынды жастарды халыққа өз қаламынан санатып, елдің пайдалануына әсер етіп жүрген ұлағатты ағамыздың бірі. Ассалаумағалейкумдер. Ал мен енді Ақтау қаласынан келіп тұрмын. Осы жерге ең бірінші рет, ең алғаш 1999 жылы келдім осы жерге. Жұмыс бабымен жүріп, осы Аманбай атаның басына келіп, ол уақытта тек Аманбай атаның төбенің басындағы мешіттен басқа бұл жерде ештеме болған жоқ. Кезінде дүниеқанасы да бәрі болған жоқ. Енді осы Аманбай атамыздың халық емшісі екенін және ұлағатты адам екенін бәрін байқаған осы ислам ағамыз осының бәрін түгел зерттеп, зерделеп, осы жердің ашылуына үлкен ислам ағамыздың көмегі тиді. Қазір мінекей енді бұл күнде осы жерге осы жан-жақтан, өзеннен, Ақтаудан, тіпті Қазақстанның басқа жерлерінен де қатып келіп осы жерге
осы кісінің басына зират етіп, осы кісіден өздеріне ем шара алып, мына жер қазір енді үлкен не болып ашылып жатыр. Бүгін міне осы мына атамыздың басында үлкен ас беріліп жатыр. Қосқұлақ атаның ұрпақтарының жиналуымен, ұйымдастыруымен мен де соған қатысайын деп келіп тұрмын. Алдында да бір 2-3 рет келіп кеткем, көріп осы жерді. Қазір енді кішкене Құдайға шүкір артыр, жол да жақсы. Мына Бекет атаға дейін асфальт, Бекет атадан бері қарай осы азаматтар осы жерге дейін 150 километр қашықтықта тугиске салып, осыған халыққа келуіне, емін-еркін келіп кетуіне жағдай жасап, осы қазір енді осыған қатынап жатыр. Бәрі де жақсы, бәрі шүкір ойдағыдай өтіп жатыр. Бүгінгі іс-шаралардың барлығы да. Бұл жерде түнеухана да бар, демалыс орны. Кішкене келіп адамға жағдай жасалып, ыдыс-аяқ, қазан-ошақ деген сияқты енді белгілі ғой. Атаның басына келгеннен кейін барлығы да әртүрлі кішкене де болса сәл алыс жолдан келгеннен кейін демалып, соған барлық жағдай жасалған. Бұл жерде өте жақсы. Енді осыған өте қуаныштымыз. Бүгін бұйырса осы ас шара біткеннен кейін ауылға қайтамыз ба деп тұрмыз. Келгенімізге 2-3 күн болды. Халықтың қарасы көп. Бұл жерде 400-500-ге дейін адам бар. Кеше келіп қонақасыға қатысып, кейін қарай елге қайтып кеткен әртүрлі шаруаларымен адамдар бар. Бұйырса осы енді әбетте аяқтап ауылға қайтамыз ба деп тұрмыз. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум. Қалайық, мен Бақытжан Сәкенұлы Бердібеков, осы Қосқұлақпын руым. Мына Аманбай ата жетемісұлын мен өзім 2000 жылы осы шекарада жұмыс атқарып жүргенде осы Мешсудан 30 километрдей жерде Төлеп деген мал ауылда үлкен осы ауылдың ақсақал шалдарынан естіп, Аманбай деген аталарың бар осында. Ол көріпкел киелі кісі болған деген сонда естіп, содан білемін. Енді мына Аманбай атамыздың енді қасиеті өте керемет. Енді осы Аманбай атамыздың 175 жылдығы деп, осы жылдың басында Ислам Қажы ағамыз осындай сұрақ көтерді, соны атап өткенде қалай болады деген. Соны енді біздер қолдап Аманбай атамыздың 175 жылдығын атап өтейік деп, және де елге танытайық деген осындай оймен осы наурыз айында 27 наурызда Аманбай ата тану деп республикалық деңгей десек те болады. Сонымен конференция өткіздік. Алматы қаласынан, Орал, Астана қаласынан да ғалымдар келіп баяндама жасады, жыршылар келіп жыр толғады. Енді сонымен осы мамырдың 30-31-іне Аманбай атаның 175 жылдығы деп осында үлкен ас ұйымдастырдық. Енді бүгінгі міне астың куәгері болып жатыр. Шамамен енді бір 400-500 адамдай жиналды. Жан-жақтан, ар жағы Ресейден келіп жатыр, Ақтөбе, Алматы, Астана қаласынан келіп жатыр, Шымкенттен, Жамбылдан келіп жатыр, өзіміздің тумаларымыз Атырау қаласынан келіп жатыр. Басқа да тумалы ағайындарымыз Аманбай атаның қасиетін білетіндер, құдіретімен танитындар келіп зират етіп, осы асқа қатысайық деп үлес қосып келіп жатқандар. Баршаларына енді алғысымыз шексіз. Енді мына өзі өткізіліп жатқан асымызда енді Құдайға шүкір өзімнің ойымен жоғары деңгейде өтіп жатыр деген ойдамын. Енді осыға жақсы өтуіне атсалысып жүрген осы ағайындарға, бауырларыма міне соның бәрі мың алғыс айтамын. Алла шексіз шүкір Аллаға. Енді мына қасиетті, құдіретті Аманбай атамызда өзі желеп-жебеп жата бергей, осы ұрпақтарын атамызды енді өзі ауа райда керемет болып тұрған. Ауа райда керемет, ешқандай ыстық та емес, салқын да емес. Кәдімгі ата құдіретті аталарымыз, бабаларымыз осы шексіз шүкір Аллаға, мыңда бір шүкір. Өз рахметімді айтамын. Мына бауырларымда осы ағайын тумалар, құда жекжаттар түгел осы асқа қатысайық деп келіп жатыр. Жан жақтан бәріне де аталар желеп-жебеп жата берсін.
бала чағалардың қызығын көріңіздер баршаңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қайда мында? Ерболдың командасы. Анда тұр, ана сызықма. Көлбаяға кішкене былайырақ тартыңқырашы адамдарым. Дайынбыз. Ей Маңғыстау, Маңғыстау, таспен үстін қаттаған тіреліп кеп тоқтап, ақжол болған теңізге жатқан жерсің қанба, тағасың аңызды, жете алмайтын қияға. Бәрекелді, міне жүйріктен жүйрік озал жарысқанда деп өздерінің күшінің басын көрсетті. Ал келесі команда дайындалып тұрайық. Екі аяғымен бас жүстір ортасын бас. Тыныш. Ассалаумағалейкум ағайындар. Міне көріп тұрғандарыңыздай Аманбай Жетемісұлы атамыздың 170 жылдығын ас-садақа беріліп жатыр. Енді бұл ұйымдастыру тек қана бір адамның ісі емес, көпшілікпен, елмен бітетін зат. Біздің енді ойымша бәрі баға беріп жатыр, жақсы өтіп жатыр. Жан-жақтан ағайындарымыз келіп, әр облыстан, Ресейден келіп жатыр қонақтар. Бәріне айтарымыз енді рахмет сонша жерден келіп, осындай асымызға қатысып, қолдап жатқанына. Аман болайық, еліміз тыныш болсын, тек жақсылықта кездесе берейік. Бейнеудің командасы. Ассалаумағалейкум қадірменді ағайын. Міне бүгін Аманбай атамыздың 175 жылдығына орай ас беру садақасы өтіп жатыр. Мен енді өзім таныстырып өтіп кетсем, Батырұлы Ербол, Құрық ауылының тұрғынымын. Міне қазіргі таңда садақаға қанша Қазақстанның түкпір-түкпірінен қонақтарымыз келіп, көңілді өте жатыр. Ұйымдастырушы алқасы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Міне өзіңіз көріп отырғандай ағаш үйлер тігіліп, көптеген спорттық жарыстар ұйымдастырылып, одан қала кеше көптеген аталарымыздың рухына құран бағыштаған болатынбыз. Міне бүгінгі ас-садақамыз жоғары деңгейде өтуде. Мына ұйымдастырушы алқасына және Қосқұлақ жастарына үлкен алғысымызды айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қосқұлақ әулеті аман болсын. Dünyada kamasın söylüp tartı çıktı. Қайырлы күн. Қалайық, көпшілік, әлеумет. Мен Қамар Тұмашқызы Ауданбаева, Аманбай атамыздың тікелей ұрпағы болатынмын. Бүгінгі күн өте ерекше күн, ең бақытты күн. Өйткені атамызды ұлықтауда жасалып жатырған жан жақтан келген ағайын туыстың, атаны танитын, атаға құрмет көрсетіп келіп жатырған ел жұрттың легі мол. Бұл қасиетті өңір атаның мәңгілік мекені. Осы атаға жасалған рухани шаралардың бірі 27 наурыз күні Ақтау қаласында Есенов университетінде республикалық конференция ұйымдастырдық. Сол конференцияға жан-жақтан ғалымдар келіп, атаны ұлықтауда, атаның тарихи тұлға екенін танытуда көптеген тағылымды шаралар ұйымдастырды. Документальный фильм, яғни деректі фильм шықты, кітап шықты, атаға арналған комикс үлгісіндегі сахналандырылған қойылым болды. Ал бүгінгі шара сол атаны ұлықтауда жасалып жатырған, жалғасып жатырған ұрпағының ізгі қызметі, оны атаны тарихи тұлға ретінде танытудағы жасалып жатырған игі шаралар деп білемін. Атаны білмейтін халық жоқ, атаны ұлықтамайтын ел жоқ. Олай болса, осындай бірлікте, жақсы тойда кездесе берейік. Рүстем, ер тасын көтеруде Рүстем 49 рет көтерген екен. Аманбай ата орынға атынан, бұлар жүздесіз бар, бірінші орынға. Құтты болсын бәң. 30.000 теңге. Естелі сөріп кетсе олай. Қол күрестен Дәулетбек деген азамат бірінші орын.
Енді мына тартысты өткен арқан тартыс сайысында бірінші орын алған қайсы еді? Ерболдың командасы келсін, 5 жігіт. Бәрекелді, Ерболдың командасы жеңіске жеткен. Ассалаумағалейкум бауырлар, біз мына Ақтау қаласынан осы Аманбай Жетемісұлы атамыздың басына ұйымдастырып келіп қалған жайымыз бар. 28-нен бері осындамыз. Осында мына Ақтау, Өзен, тағы да басқа Бейнеуден келген ағайындар, жан-жақтан келген ағайындар бар. Осында қызметтеміз 3-4 күннен бері. Атамыздың ас садақасы қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен асқа ат артып келген ал қалаған әлеумет тірісінде әулие атанып зайырлы ісін халқына биік деңгейде көрсете білген. Әсіресе батыс өңірдегі халықтың үлкен үдерісіне, құрметіне бөленген ұшаттық қасиетке ие бір туар тұлға, көріпкел әулие, алдын болжай білетін ғұлама, пейілді қасиетті Аманбай Жетемісұлының рухына арнап беріліп жатқан асқа қош келдіңіздер. Көненің көзі, асылдың сынығы дала философтары бабаларымыз ас беруді ата-баба рухын тірілтіп, құрметтеудің жарқын үлгісі екендігін өлі жібермей тірі байымайды деп қысқадан қысқа бір ауыз сөзбен тұжырымдаған. Ас жайлы мемлекеттік құжат энциклопедияда былай деп анықтамаға берілген. Ас қайтыс болған, елге қадірлі, танымал болған адамдардың құрметіне арнап өткізілетін, көп ел жиналатын, байлықты, барлықты, халықтың салтанатты мерекеге айналдыратын, бабалар рухына Құран қатып жасалатын дүбірлі жиын делінген. Бұл астың садақадан айырмашылық сол. Садақа тек қана Құран оқылып, дұға қидетін қана жеңіл өтетін шара. Ал бүгінгі ас міне бүгін өздерің көргендей үлкен көлемде өткен. Бұл бабалардан жатырған үлкен жол. Ертеде бабаларымыз өмір сүрген дәуірде 1000 үй, 1000 үй, 100 үй тыйылып, 3000 қой сойылған, ат бәйгелі жарысына 100 жылқы берілген үлкен астар болған. Әбіш Кекілбаевтың арғаталарына, сосын анау ең соңғы ас Әли Таванның асы болды 1926 жылғы. Міне сол астың кеше кеңес үкіметі кезінде ас беруді, сосын Наурыз мерекесінде өткізді үкімет тыйып тастады. Еліміз егемендігін алғаннан кейін 1991 жылдан бастап бұл қайта жанданды. Міне бүгін соның жалғасын көріп отырмыз. Ардақты ақсақалына айналайын қамар қарындасым, осы ат салысып, осы кәкені елге, халыққа танытып атқан мың алғыс сізге. Бала шағаларың қызығын көріңдер, өніп өсіңдер. Ал құрметті Ержан ағаның алдында сөйлеймін деді. Ал құрметті қонақтар, бүгін мінеки енді Ислам ағаны айтып жатырмыз ғой, бәріңді мінеки естіп жатсыңдар. Осының еңбегі міне атаны елге танытқан, одан кейінгі мінеки Аманбай атаны елге танытып, мінеки 3-4 кітап шығардым деп жатыр. Соның үшін мына Бақытжан, Ержан, міне Сабыр, Бауыржан ұйымдастыру алқасының атынан мына ат мінгізіп жатыр. Ал аға, бәрекелді. Ислам ағамызды ат мінгізіп жатыр. Қошеметтеріңіз. Тойға мінгейсің, жақсы күндерге мінгейсің. Осындай еңбектеріңді інілерің ақтай берсін. Құтты болсын аға. Бәрекелді, еңбектің еленгені мінеке. Құтты болсын, құтты болсын. Қосқалақ ұрпақтары, қошеметтеріңіз қайда? Мінгіз атқа мінгіз. 80-ның сеңгіріне келген Ислам ағамызға астына тұлпар мінгізіп үстіне шапан жауып жатқан Қосқалақ ұрпақтары, мың алғыс сіздерге. Ай, сау бол. Рахмет, рахмет. Әне отыр. Ай, құтты болсын, тойға мінтек. Осындай еңбегің жанып тек елдің, халықтың ақ батасына бөленіп жүре беріңіздер. Ал барша ағайын тумалар, құда жекжаттар, бәріңе де мың алғыс.
Tinchlik saqlayib, atimiz asov bo'libdi. Barakalda Muhammadjon bolasi mineki akasiga armag'an otni minib жатыр. Qo'shametlaringiz. Barakalda. To'yga mininglar. Hali jaylab olib ketaveringlar. Al jirevingizni. Al. Qutlu bo'lsin. Barakalda. Ara qaray sharamizni жалғастырамыз. Бүгінгі ас иелерінің ұйымдастырушы алқаның дайындаған ата шапандарына зейін. Қордың басшысы есебінде осы ағайындардың бәрі қол ұшын берді. Енді ататауға мына жерде енді көпшілік балықтарыңызға айтарым, қабыл болсын садақаларыңыз. Осы көпшілікпен бітетін бұл шаруа. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Бүгінгі астары қабыл болсын. Қолында телефон бар ғой, бүйтіп өз жерін бүйтіп қаратып қалдың, бүйтіп бір-ақ боласың. Сосын ертең чапқан. Шара Аманбай атамыздың 75 жылдығы деп, осы баршамызға да тілектерімізді, ниеттерімізді қабыл етсін. Мына кәкеміз барымызды желеп-жебеп жата берсін. Осындай үлкен астың бастамасы негізі аталарымыз бәрі баяндамасында айтты ғой енді. Аманбай тоғайда да өткіздік, Құлсар жақта Ақ мешітте, Бейнеудің басында өткізілді, осы Ақтау қаласында да тойханаларда өткізілді. Сонымен келсе отырып, Аманбай атамыздың 175 жылдығын атап өту керек дегенде, сонда бауырларымыз, ақсақал ағаларымыз, Шардарадан Сейсеннің Қажы ағамыз да келген осы жылдың басында. Бірге отырып, сонымен ағамдар бастағасын біздер қолдап, соны осы мешіт суда атаның басында өткізейік деп біздер соны ұйғардық негізі. Ағаларымыз да айтып отыр ғой, енді осы жерде бәріміздің де нағашы жиендеріміз бар, құда жекжаттарымыз бар дегендей, таныстарымыз бар дегендей, соларды енді мына атаны білсін, көрсін, жатқан жеріне зират етсін деген сондай оймен ұйымдастырылған іс-шара негізі. Бәрекелді. Болмаса бұл жерде де ұсыныстар болды, қалада өткізейік, өзеннің айналасында өткізейік, ипподромда өткізейік деген ондай ұсыныстар болды. Сонымен де осы келісіп осы мешіт суда атаның басында өткізейік деген ұйымдастырып осындай шара басталған. Енді бүгін енді бәрі ойдағыдай өтіп жатыр деген ойдамын. Енді мына үлкен іс-шараны ағаларымыз айтып жатыр ғой, ол бір адам, екі адам, үш адам, 10 адамның қолынан келе қоятын іс-шара емес мынау енді. Дегенмен де осы біздер енді үлкен ақсақалымыз қонды, Ислам ағамыз бар, Көлбай аға, Сейсен ағаларымыз бірге отыр. Соны енді өткізейік дегеннен кейін Бауыржан бауырымыз айтып отыр оны. Оның қасында 30-ға жақын бауырларымыз бар. Әскер, ұйымдастырушы әскері. Сол Бейнеуде, осы Маңғыстауда қосылақтардың той жиындарын түгелін айтса, солар бәрін атқарып өткізіп беріп жүр. Соларға мың алғыс бәріне. Ата-баба желеп-жебеп жатыр. Бала шағалардың қызығын көрсін. Бәрекелді, рахмет. Осындай үлкен іс-шараға мына енді Ислам ағаның да еңбегін бір ауыз айтып өткім келіп тұр. Мен енді асығыс жоқ шығар енді. Пойыз күтіп жатқан жоқпыз, самолет күтіп жатқан жоқпыз, көлік өзіміздікі. Ислам Қажы ағамызға мың алғыс енді. Айтып жатыр онда 90 жылдан бастап Бекет атамызды атына кітап жазып, неше 5-6 тілі кітап жазып, ұлағаттап, халыққа жеткізіп, атамызды қазіргі таңда оны енді орысша, ағылшынша аудармасы өтті. Енді мына сірә біз енді өздерің бәрін білесіздер ғой, біз түркі тілдес елдің адамдарымыз ғой. Сол себепті түркі тіліне де аударылып жатыр дейді. Ол енді үлкен бұл іс-шара ағамыздың үлкен, орасан зор еңбегі бар деп айтам. Ағаға мың алғыс аға. Алла қуат берсін сізге. Алланың берген жасын жасаңыз. Енді алдымызда басшымыз болып, осы қосылақтардың ақсақалы болып жүре беріңіз Алла. Немере шөберелердің қызығын көре беріңіз енді. Енді мына Аманбай атамыздың да атына 2 кітап шығарды. Енді бұйырып жатса осы Аманбай атамызды таныстырайық деп кешегі айтылды ғой. Конференция өткізілді республикалық деңгейде. Қамар бауырымыз да бір кітап шығарды. Соларды да енді осы Бекет атамыздың кітабы сияқты
орыс тіліне, ағылшын тіліне, түркі тіліне аударыла берсін деген үміттеміз. Сондай бола берсін дегіміз келеді. Ел тани берсін, бүкіл әлем танысын аталарымызды. Одан да бар жағында аталарымыз бар. Соның бәрін ұлықтап осылай елге таныстыра берейік. Бәріміз аузымыз бір болсын, аузымыз бір шілек болсын, шақамыз мұң болсын. Әрқашанда бір-біріміздің бастамамызды қолдап осылай жүре берейік. Қосқұлақ ауылы жасасын әрқашанда. Алға Қосқұлақ ауылы дейміз. Алға Қазақстан, алға Қосқұлақ ауылы. Мұнда құда жерде баршаңызға да осы келіп жатқан көпшілік мың алғыс. Ата желеп жеп жата берсін. Бар, сол тізім бойынша хабарлап отырамын. Қожа әулетінен бар ма? Бәрекелді, тез апара қойыңдар жігіттер. Ортаға шақырамыз ба? Ортаға келе қойыңыз. Жанқожа ұранды Әлім ауылынан бар ма? Әлім ата ұрпақтарынан, Құдай жекжат, дос жарандардың ішінен. Келіңіздер, Әлім ата ұрпақтарынан. Жеттанбалы Жетірудан бар ма? Табын, тама табын керлер керейді. Рамазан Жағайлы байлар. Мынау Бекет атамыздың алдындағы адайға ұран болған Қосай атамыздың ұрпақтарынан бар ма? Қосай атамыздың ұрпақтарынан. Бәрекелді.